Рахмет саған әліпби атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Осыдан 4 ай бұрын біреуіміздің тұңғышымыз, біреуіміздің тұңғыш немереңіз, біреуіміздің кенжеңіз, яғни отбасында ойы балар орны бар сәбилерімізді мектеп тамағынан аттаттыңыздар. Енді содан бері қарай бірлесіп барлығымыз ата-аналар болып, және ұстаз болып жұмыс жасап келеміз. Мынау балаларымызға тек жақсылық тілеймін, отбасыларымызға амандық тілеймін. Осы бүгінгі күннің себепшісі болып, бар адамның барлық осы әліпби оқитын ең бірінші оқулықтары сол әліпбимен қоштасатын біздің оқушыларымыздың да сәті келді. Енді сол бүгінгі кейіпкерлеріміз бірінші ғасырдың оқушыларын ортаға шақырамын. Өмірлеріңіздегі ең алғашқы оқулықтарыңыз әліппен аяқтауларымен құттықтаймын. Сендерге зор денсаулық тілеймін. Үлкен азамат пен азаматша болып өсулеріне және білімді, тәртіпті, тәрбиелі болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Енді мынау ертеңгілігімізді бастау үшін сіздерге бір сұрақ қоямын. Балалар, ең бірінші іші толған әріпке білімдегі жарық не? Дұрыс, ол біздің сүйікті әліппеміз. Олай болса, ең бірінші сол оқулығымызды әліппемізді ортаға шақырайық. Армысыңдар жас достар, армысыңдар ата-ана, болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға. Жақсы білім көрімдік болсын бізге қалайық, не үйретіп, не білдік, қане ортаға салайық. Енді сендерге жұмбақ жасырайын, сендер шешіңдер. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Тақтада жазып, жалықпаған жаза арықтама. Мінекей балалар біздің әліппемізді ортамызға алды. Енді әліппемізге арнап жаңағы керемет тақырыптарымызды оқимыз. Рахмет саған әліппе, көп нәрсені үйреттің. Әліппемен таныстырып, тақылдатып сөйлеттің. Алфавитті үйреніп, онда жиі халық бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Бар кітапқа бас болған
бізге үйреттің әріппен, бізге нағыз жақсысың, сенен білдік әріпті. Таныстырған қыры екі әліппе, қош бол менің қасиетті әліппе, сенің арқан оқи жаза алғаным. Сауатты адам санатына келгенім. Сөзімді жаттаған балалар үшін мақтанам, рахмет айтып шаттанам, риза болып аттанам. Оқумен өсіп толыңдар, аман есен болыңдар. Енді осы әліппенің құрметіне айым әліппе әнін орындайды.
Happy деп айтамыз ғой. Сәлеметсіздер ме балалар, туған елдің тілімен, ақылымен танылар, түсіндірер бәріне ана тілімен болар. Балалар, енді мені бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Ынта қойып, көп оқысаңдар, көп нәрсеге үйренесіңдер. Енді мен сендерге сұрақ қояйын. Балалар, қазақ балаларына арнап мектеп ашқан кім еді? Ал Абай атамыздың қандай өлеңдерін білесіңдер? Ғылым таппай бақтанба, орын таппай бақтанба, құмаланып шаттанба, ойнап басқа көруге, бес нәрсеге ғашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болған десеңіз, тілеуін өмір алдында, оған қайғы жесеңіз, өсе өтірік мақтанша, еншек бекер мазғыртпа, бес дұшпан біздеңіз, тарлап еңбек терең ой, бес асылыс көнсеңіз. Енді Нұрайым айта ғой. Әсипаз болма әрнеге, өнипаз болсан арқалан, сен де бір кірпіштінеге, кетігін тапта бар қалан. Енді мен сендерге логикалық сұрақ қояйын. Ағаш басында екі балық отыр еді. Оларға енді екі балық ұшып келді. Сонда барлығы неше балық болды? Ағашта он балық. Екі ағашында екі алма өсіп тұр, ал екі аз өсіп тұр, ал екі ағашында неше алма өсіп тұр? Жақсы ендеше балалар, өте тамаша. Жаңағы ана тілінде әліппеге сұрақтарға жауап беріп жатсыңдар. Енді біздер қазір ата-аналармен ойын ойнаймыз. Ата-аналардың көзін байлап қоямыз, және мына балаларыңыздың дауысын тану керек. Ана жердегі үйлер. Отырғыштарды шарттар бір-бірімізге байлай қоямыз.
Сол жаңа тағы да Қытай осы ертеңгілерде араласын деп сіздерді ойнатып жатырмыз. Енді Захир бізге ән шырқап береді, тәуелсіздік әні. Жақсы. Енді балалар қазір биімізді билейміз, орындарына тұра берді. Әліппемен қоштасу керек. Өте, алға айтпадың ғой. Bye.
шағын монтаж музыкамыз аяқталды. Енді оқушыларға осы бүгінгі күннен ескерткіш болсын деп, мынау әліппені аяқтаған белгісі болсын деп, қош бол әліппе деген мынау открытка сыйлығын беріп тұр. Құрметті Қанат Аяла, сен әліппемен қоштасып, білім әлемінің алғашқы баспандарын лайықты түрде аяқтадың. Әр әріпті танып, оқып үйренген әр қадамың үлкен жетістік. Мен сенің еңбегіңді, ұғыптылығыңды, талпынысыңды жоғары бағалаймын. Алда әлі талай қызық кітаптар, қызықты сабақтар, үлкен белестер күтіп тұр. Сенің оларды зор ынтамен бағындыратынына сенемін, жолыңа тек жақсылық тілеймін. Кел Аяла, ала ғой. Енді барлық бала бірдей, барлығының жаңағы көңіл күйі болсын, өмірдегі орны болсын, алатын орны әр отбасында жаңағы үлкен орындары бар. Сондықтан барлығында да осындай мәтін Жұмағали Нұрайым. Мынау бір оқушымыз жаңа ауырып қалды, осы қатысалай тұр, класста 20 оқушы бар. Бүгінгі ертеңгілікке 20 оқушы қатысып тұр. Енді осы өмірлері жарқын, болашақтарында тек қана осы үміттеріңізді, сенімдеріңізді ақтап, үлкен еліміздің азаматы мен азаматшасы болуына шын жүректен тілектеспін. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Біздің Рамазанның әжесіне сөз беріп балалар тыңдаймыз, сіздер шайын. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, бүгінгі әліппемен қоштасып жатқан кішкентай бүлдіршіндер, бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Білімдеріңді тереңдетіп, әліппемен қоштасып, енді ана тілі оқиды жатсыздар, сіздерге бар сәттілік, сабақтарыңды беске оқып, ұстаздарының үлгілі оқушысы болуларына тілектеспін. Құрметті Дархан апай, бірінші сынып оқушылары, ата-аналар, бәріңізді бүгін қуаныштарыңызбен құттықтаймын.
сіздердің ата-аналар атынан комитеттің бәріміз бірігіп бір балаларға кішкене болса да бір сыйлық дайындағанбыз, соны табыстап Енді құрметті ата-аналар, мынау әр мектептің өзінің басшысы, жаңағы әр шараның өзінің орындығы, осы мектептің ыстығы мен суығына үлесін қосып, енді осы біздерді басқарып отырған бана қағазымда жаңағы сөзбен деп жазып отыр еді, жаңағы ұмытып кеттім, айып етпе. Мына балаларымды тынышталдарым деп жаңағы сіздер әріптермен қоштасу өткізіңдер, ертет өткізіңдер, әрқайсысын өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсете білдіңдер, білімдеріңді көрсете білдіңдер, дақпақтарыңды өте жақсы айттыңдар, әндеріңді, билеріңді керемет жақсы көрініс болды деймін. Енді білім негізі бастауышта әрі қарайда енді ана тілін оқиын деп жатсыңдар. Ана тілі бойынша бағанағыдай жақсы білім алып, сауаттанып, болашақта осы мектептің мақтанышы, үздік оқушылары болатынына сенімдімін. Ал енді ата-аналар баршаңызды балаларыңыздың тек қана болашағы жарқын болсын дегім келеді. Келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Берекелі, мерекелі жаңа жыл болсын. оқушыларымды келіп шурамандар, ата-аналар келіп шурамандар, үркітіп қорқып жүргенде сөзге ұмытып Ал енді бүгінгі күнге жаңағы әріппен қоштасу ертеңгі күнге жиналған ата-аналар, оқушылар бәрін бүгінгі күнге әріппен қоштасу ертеңгі күнге құттықтаймын. Болашақтарың жарқын болсын әрқашанда. Ата-аналар мен ата-әжелердің айтқанын тыңдап бүгінгі жаңағы білікті ұрпақ болуларына, болашақтарың жарқын болуына тілектеспеймін. Әрқашанда жарқын және күліп ойнап деп Қазақстанның болашақ жарқын ұрпағы болуына тілектестіктерім ата-аналар атынан. Бәрін жаңағы көп рахмет, осындай білімдерін сұхбат отқаныңа 4 ай ойнап қойған. Білім балалар өте білімді, болашақта да осылай білімдері үшін балалар